сервис каналына қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде ешқандай да тюнинг емес, ешқандай да обзор емес, кішігірім влог сияқты эксперимент жасайтын боламыз. Қазір ол қалай, не болатынын видео барысында толықтай түсіндіріп беретін боламын. Алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы достар, жалпы бұл видеоны басталмас бұрын мен сіздерге бірден дисклеймер айтып кетейін. Достар, бұл видеоны сіздер ешқашан қайталамаңыздар. Мастерлердің көмегімен жасалған эксперимент болатын. Ешкімге ешқандай зиянымыз тию мақсатында емес, ешкімге кекету, мазақ ету мақсатында емес. Жай ғана достар, бұл кішігірім эксперимент жүзінде жасалынатын видео, влог десек те болады. Қазір енді видео барысында өздеріңіз тоқтай көретін боласыздар. Видеомыз басталмас бұрын достар, сіздерге керемет жаңалығымыз бар. Қазір тыңда білесіздер, оқу жылы соңына таяған сайын алда уақытта керемет матчтары бар, топовый матчтар бар. Сондай-ақ Лига Чемпион келе жатыр. Сіздер сол матчтарға болжам жасау арқылы ақшаларыңызды арттырып алсаңыздар болады. Толыққанды достар, төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіресіздер. Менің промокодымды періп келсеңіздер, сіздердің алғашқы депозиттеріңізге $500 берілетін болады. Бұл демаса сіздерге сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Бұл қандай ролик деп жатқан достар, мінекей енді кейбір адамдар жалпы превьюдан видеоның тақырыбын түсініп шығар, түсінбей жатқандар болса, мен қазір түсіндіріп кететін боламын. Жалпы достар, бүгінгі біздің видеомыз семерканың тағдырын шешу деп өзім сөйтіп ат қойып отырмын. Екі машина жалпы проект алып жүру өте қиын екен. Тем более семеркаға жасайтын нәрселер өте көп, қалпына келтіретін нәрселер өте көп. Бүгін енді достар, семерканың тағдырын шешеміз. Видеоның тақырыбына көріп тұрғандарыңыздай, біз бүгін семеркаде бір трюк жасайтын боламыз. Егер сол трюкті семерка абыройлы, аман есен контентті шок жасайтын болса, онда проектте қалады, әрмен қарай жалғастырамыз. Ал егерде сол трюкті жасау барысында бұзылып, бір жерге кетіп қалатын болса, онда қиын. Маған особо қатты разница жоқ, бірақ негізі енді әрине сіздер үшін екеуіне жалғастырып отқан дұрыс. Енді бір жағынан бүгін соның тағдырын шешетін боламыз. Жалпы бүгінгі роликті бастамасын біз достар мынандай бір кольцадан бастағымыз келіп отыр. Бұл кольца сақина дегеніміз. Бұл қай жерде тұрады дейтін болсаңыздар, бізде білесіздер 17-лік диск саламыз. 17-лік диск салған кезде негізі приорларда 14-ке есептеулі шығады. Негізі 14-пен жүру керек деген сияқты заводтар. Жаңағы тормозной диск барабанның арасында тұратын мынандай кольца деген нәрсе болады. Егерде біз бұны салмайтын болсақ, онда машина жүрген кезде жаңағы титанка қозғалып жүретін болады. Қойды сен 4 болттарында қысып байлап қойсаң да, бәрібір титанка қозғалып жүретін болады. Сол себептен мына нәрсені алып салған дұрыс. Мен негізі алдыңғы жылда осы титанканы салған кезде бұны нәрсені білмейді екенмін. Алдына титанканы сала салғам, машина дірілдейді, жүрсем дірілдейді. Как будто диск сияқты шайқалып жүреді. Теп апарып көрсетсем, мынаның екеуінің размері екі түрлі ғой дейді. Тормозной дисктен мынандай кішкентай размер шығып тұр. Сен титанканың размері кең дейді. Екеуінің ортасын ықтылап тұратын осындай кольца болады екен. Размері бізде 73-те 1, 58-де 6. Так, достар, мінекей біз қазір Астана қаласы кім білетін болса, Мереке деген базарға келдік. Алдыңғы жылы осы жерден алғам мен осыны. Соны бар қайтадан сұрап көреміз. Кеткішіне келдік. Здрасте. Кольца нужен. Вот такой. Вот размер. Окончательно что будет, братан? 28-де 6. 73-те 28-де 6. Әттеңе бір сымқаған кольцаға бола. Егерге 4-еуін аласын ше. Так, енді не істейміз досым? Енді семерканы алып көтейік. Сөйтеміз да, короче, екеуміз екі машинаны алып, жақсылап жуып, шайып, переобуп жасап. В общем, короче, ролик дайындаймыз, в общем. Алтау достар, мінекей семеркаға келдік. Семерка негізі неғып көрінбей кетті деп жатқан жандар үшін айта кетейін. Бұны мен өзім туған інім айтап жүр қазір. Мінекей қазір жағдайы мынандай, жаным әшейін. Досым ма? Досым? Қалада мына семерканы көрсеңіздер кешіріңіздер. Жақында бұны кузовқа кіргіземіз. Соған дайындап жатырық, құдай қаласа күтіңіздер. Семеркаға не керек өз? Кузовын жылтыратып қоясың, салонын істеп аласың. Салонда жақында Ташкенттен бір дешік нәрсе заказ беріп жатырық. Мынаның барлығын дескі істейтін боламыз. Әзірге мінекей мынаның өзі бізде мынандай. Өткенде істедік қой, естеріңізде болса. Ал мына жерде өзіміздің сервис и мотордың дауысын қараңыздаршы. Оталып тұрды ғой негізі қараңыздар. Тифай көз тимесіне. Алтай болса достар, мінекей қазір екі машинаны алып үйге барамыз. Қазір енді дөңгелектерді салып алайық.
Мінекей автомобиль шиномонтажға келдік. Қазір бір жағынан Приораның дискісін ауыстырып жатқан кезде параллельно семерканы қазір съемамызды мойкаға кіргізіп аламыз жақсылап. И одан кейін Приораның по идее в принципе таза былай негізі. Семерка қарағанда. Наны енді мынау мойка көрмеген мынау байқұс бар ғой. Неше жыл болды өзі. Мынау енді в принципе мынаған қарағанда сәл тазалау. Сол себептен бұны қазір дөңгелегін ауыстырып болғаннан кейін сам мойка бір шай боламыз. Мынаны мойкаға беру керек енді. Бәрекелді, мінекей Титан, бұл сәтті ұзақ күттік қой. Вот боковой деген қараңыздаршы, кайф та болды ше. Слепой зона деген атымен жоқ. Ал өз-өздер мінекей бүгін енді екі көлікті де жайғастыратын барлығын турлап қойдық. Екі yönде жақсылап тазалап жуып алдық. Дөңгелегін переобувка істеп алдық. Титанкасын тағып алдық. Семерканы Титанкасын қазір роликтен кейін тағатын боламыз. Ол видеоға түсіріле ме, түсірілмей ме, оны білмеймін. Қазір алда уақыт көретін болсам. Ең бастысы қауіпсіздік ережесін барлығын сақтаймыз. Ешкімге зиянымызды тигізбейміз. Тигізбейтін жерге барамыз. Штамптан кейін Титанканың ауырлығы кәдімгідей сезіледі. Рөлді бұрған кезде ауыр. Бір ямаға түссе, жестко түссе ше, тағы еткізіп ше. Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде екінші күн. Мінекей қазір қаладан шығып бара жатқан жолға кетіп бара жатырмыз. В общем, қаладан шығып кетіп жатырмыз. Еще негізі достар, машина неғұрлым аз болса, мен ойымша соғұрлым әдемірек көрінеді да, басқа машиналардың фонында не қылмайды да. Сол әдем машина аз жүретін жолда, иә, сол да рөл ойнайды негізі әдем видеоның шығуына. Сол себептен экран алдынан алыстамаңыздар. Už қазір келіп жатырмыз, барлығы келіп жатыр. Эвакуатор бәрі келіп жатыр. Оператор, екінші машина. Үшінші машина бәрі келіп жатыр ғой, короче. Опа, мінекей қазір осы жерде жиналамыз, бірінші балдарды күтейік. Әзірге біз бірінші. Палуан, келді палуан, бөлексің ғой, бөлек. Бізді үшінші көлік, досымның көлігі. Ассалаумағалейкум. Футболка қарды. Шымкент нөмір тақпайсың ба? Полировка, керамикасы. Сенке Hyundai ғой, бұл Kia бар ана. Киянкі ма? Kia мен коллаборация айтатар ғой. Өш? Таза кожа бар ана. Өртесінде жанбайды ғой. Зажат бар ма? Жоқ. Так, біздің басты герой келді, басты герой. Палуан. Ал так, долгожданный момент біздің эвакуаторымыз да келді. Жай, Тамыр, жай. Өзіңді бас, Тамыр. Палуан. Тамыр ауысып кетті ғой газелің. Алдын мұнда емес еді ғой? Қалжында? Денсаулықтарыңыз аман есен? Алдында ғой, кетті ғой. Басқа еді ғой? Бұның оранжевый емес еді ғой? Төбесі андай басқаша еді ғой? Диод еді ғой? Ассалаумағалейкум. Сен алда берсең? Шығарайықта. Тростарың бар еді ғой? Қай тұрыс? Аны оңға соға жылып кетпейтіндей. Алдыға артқа стап қалатын ше? Май құю керек достар, адамдарға. Май құймасақ қашан шығады? Ема отработка ма? Отработка. Отработка тез түтін дейді ғой. Жай. Әні. Сен Тамыр анан ше артқа алдыға, сосын оңға соға шығып кетпей ма? Короче, бізде қалмаған резина ғой. Алдыңызда естеріңізде болса, мен Сарыағаштан жолда шыққан кезде бушный резина алып шыққан едім ғой. Дәл сол резиналар. Так, достар, мінекей, короче, мен қатырып жатырық. Оңға, солға. Ар жаққа байлаймыз да. Аха. Алдыңғы видео қысып Сонымен смет болады, кетеді, нормально. Короче, алды смет. Бір көрші, Мейрамбек. Сел. Күші келеді, кеттік. Форсаж 10 десе. Форсаж 10 сірдейін деп отыр. Сен 2 мен алдырып атсың ба? А? 2 мен алдырсаң 2-ді қаттайын алады. Білесің ғой? Соған сарласын. 2-ге саған 2-2,5 оборот ұстап отырсаң болды. Бір қалып ұстап отыр, тағып баса берме. Артур айнап келеді, бір қалып ұстап отыр да. Түсіндің ба? Торын жаспай қой, торын жасағанда арқа қызайды колодканы. Все, кетіп ба? Давай, Anu. Warum fliegt der Kopf? Mein Kopf, lass Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott. Sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt. Warum
Kopf, Kopf, Kopf. Warum fickt der Kopf, Kopf? Mein Kopf, lass Gucci-Sandalen. Warum fickt der Kopf, Kopf? Машина температурасына қарамай періп барады ғой, періп. Ана оймылса беріліп кеткен мана түтін шыққан қызы. Сен телефонды естімейсің бе сонда? Әдемі дым болды, негізі әдемі болды. Мен дым көрген жоқпын. Нормально шықты, болады. Мына резинадан бірдеңе қалды ма? Сәл қатты жыртылып ғой. Қатты қыздырып жіберді ананы. Су ағып жатыр, мен селкеге кетіп қалған ба деп қоямын, бірақ арқасына антифризіне ағып жүр деп қоямын ғой. Сөйтсем мынаның қатылап жатыр ғой, таңғы. Машина жүрген кезде, үлкен температура жүрген кезде алдан воздух кіріп тұрмаса машина қызып кетеді ғой. Спидометрмен білесің ба? эсторды тексереді ғой, қатты жүргізіп ше. Соның өзінің алдында вентилятор тұрады, білесің ба? Мынадан соң алдына жел кірмеген екен, содан қызып кетті да. Все, короче, осымен нәтижесі аяқталды. Машинаны түсіреміз. Енді қалағай аман-есен кетіп, жуып, шайып, вентиляторын бір қосып, антифризді құйып, ретке келтіріп аласың ғой, кәм. Алта достар, осы бүгінгі видеоны осылай кереметтей әсер қалдырған, эвакуатордан көмектесіп тұрған Абдушар Абны, красавчик. Астана қаласында кімге эвакуатор қажет болатын болса, достар, мінекей смело мына нөмірге хабарласа берсеңіздер болады. Қуаныш деген жігіт алар. Мадиярдамын десеңіздер нормально іске кістеп береді. Тұмар, легенда. Жарадың сен. Вентилятор әлі қосылып тұр. Әлі су туатық машинан. Все, эвакуатор кетті. Ішінде жарқылдату, марқылдату емес, туман қосу емес. Ішке ана сасығауға кіріп жатыр ғой. Дымның ше. Ішінде буланып, тұншығып жатыр менде ше. Резиналар ұшып жатыр лобовойға. Сайлон приорамай отыр. Чинаға айтамын да көрші, приорада отырдым ғой, не маркететіп кішкене бұл эффект қоспадың арқасынан десем. Буланып қалды қойшын. Алта достар, мінекей видеода өз соңына таяп қалды. Жалпы су қайнап кетті дегеніңіз болмаса, аттақ қалғандар нормально, құдайға шүкір тупай-тупай. Аллай болса, біз енді қазір үйге барып, титанкілерін салып, енді бүгін титанкілерін салып, ауыстырып, екеуіне тағы да бір шайып аламыз, теріс қығып. Енді қазір достар, бұл семерканы мен енді барып оны түсіре алмаймын. Қазір Мейрамбек ініммен бер жүремін, өзі барып ауыстырып алып келеді. Мен басқа жұмыстармен кетемін. Алта сіздер осыны жақсылап көріп алыңыздар. Біз бұны енді, мен бұны енді өткендегі ауыстырып жатқан процесін барлығын түсіре алмаймын. Соны өзіміздің әдет бойынша, қашсай, отыр. Кән. Мінекей достар, титан салдық. Вот енді вид кіріп қалды, более-менее әдемі болып. Бірақ енді все-таки кузов жасатуымыз керек. Вот наңғарандар үй қалай тұр. Негізі мынау бізде профилі достар 50. Негізі бұған 45, 40 сасақ негізі әдемі көрінеді. Бірақ мынау негізі уақытша резинада, просто кішкене тоздырып бітте салайын, кішкене новойын алған кезде 45-ін саламын деп жүргенмін ғой. Көп адамдар осыны айта береді да, мынау қалың жіңішкесін салам ойындамаңыз. Ал алдынан вот мінекей осылай көрінеді. Мінекей мына жақта өзіміздің серия волк. Ал енді достар, құдай қаласа алдағы уақытта енді бір жақсы бір семерканы покраске кіргізсек па деп жатырмыз. Алдағы уақытта көретін боласыздар. Ал осыны бүгінгі біздің видеомызда өз мәресіне жетті. Ал достар, видеода өз мәресіне жетті. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Кішігірім эксперимент болған болатын. Сіздер бұл видеоны ешқашан қайталамаңыздар. Бұл видео ешкімді мазағына тию, кемсіту емес, жай ғана кішігірім экспериментті жүзеге асырған болатынбыз. Ал достар, осындай кереметтей көңіл күймен біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау.